Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің асқабақпен жасалатын орамаманты, яғни ханым жасау үлгісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін мен 300 грамм суға қамыр илеймін, және де қамырыма тұзын біршама көптеу қылып, және қамырды орташа қатқылдықта илеп аламыз. Және қамырды жақсылап илеп болып, илеуін қандырып, біршама 10-15 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Ендігі кезек бізге ішіне қосатын қоспалары. Яғни менің қоспамның өзі аты айтып тұрғандай асқабақ. Асқабақ адам ағзасында өте пайдалы. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор мен магний элементтерінің барлығы бар. Және де асқабақ есте сақтау қабілетіңіз төмен болса, немесе қант диабетіне шалдыққан адамдар, я болмаса өт қабынуына шалдыққандар, және оның ішінде көп адамдарда кездесетін артық салмақпен күресу. Яғни артық салмақпен күрессеңіздер, көбінше асқабақтан тағамдарды көп жесеңіздер, қатты толып кетуден қорғайды. Және де осы асқабақты мен үккіштен өткізіп, үстіне аздаған фарш, құйрық май және де пиязын көптеу салдым. Себебі пияз тамақты өте дәмді қылады, және дәміне қарай тұз, әшшілігін ұнататындар бұрышты шамалы көптеу салсаңыздар болады. Менің отбасым әшшілікті сәл жақсы көреді, сол себепті мен бұрышын шамалы көптеу қылып жасадым. Және мен уақытымды үнемдеу үшін үлкен 2 зуалаға бөліп, одан мен 4 листке дайын қылып шығарамын. Сол себеп сіздерде осылай уақыттарыңызды үнемдеп, менің жасаған үлгімді қолдансаңыздар болады. Ішіне қосатын қоспамды да дәл солай 2-ге бөліп алдым, қамырдың бөлігіне қарай. Және қазанымды жақсылап майлап алып, қамырымды жаюға кірісемін. Қамырды жайған кезінде өте жұқа қылып барынша жаямыз, бірақ жыртып алмаймыз қамырды. Сіздер тұзын көп салғандықтан, ол жерде тұз бізде қамырды жиырып әдемі ұстайды. Буға пісіп жатқанда жайылып, жалпайып кетпейді. Және де шамалы жұмсақтау қылып илесеңіздер, жаюға да өте оңай болады. Өте бос болып кетсе де қатты жабысып кетеді. Сол себепті орташа қатқылдықта жайған дұрыс, илеген дұрыс қамырды. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен қамырды үлкен 1 зуала қылып жайдым. Және де осының бетіне мен дайын қоспаларымды салып, жақсылап оны жайып, тепе-теңдікте барлық жеріне біркелкі қылып жайып шығамын да, қамырды ортасынан бөліп, бір қамырды, былайша айтқанда 1 зуаланы 2 листке бөліп саламын. Қамырды достар, сіздер өте қатты тығыз қылып орап қоймаңыздар. Себебі өте қатты тығыз қылып орасаңыздар, арасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті де әдемілеп арасын бостау қылып ораған дұрыс. Және достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер де болады. Және мен қамырыма ешқандай да май жаққан жоқпын. Сіздер егер майды ұнататын кісілер бар болса, май жақсаңыздар болады. Негізінде жақпасаңыздар да тіпті жақсы болады. Себеп бұның арасында өзінің құйрық майы бар. Сол себепті ол өзі майлылығы жақсы болады. Және де пісіп жатқанда біздер бетіне май жағамыз, соның өзі жеткілікті болады. Мінекей, қамырды 2-ге бөліп, орап, қазанымызға орналастырамыз. Және де 45 минутқа қойып алауға, қазанымызды алдын ала қайнатып, 45 минутқа қойып, қамырымыз, яғни тамақ мәнтіміз дайын болған кезінде, өшіруге 5-10 минут қалған кезінде бетін майлап алсаңыздар, өте жақсы жылтырап, әп-әдемі болып дастарханға тарта беруге болады. Достар, егер сіздер тек қана ет, май қылып тамақ жей берсеңіздер, маған ұқсап толып кетулеріңіз мүмкін. Сол себепті де арасында осылай асқабақ, жеңіл тамақтардан жіберсеңіздер болады. Әрі өздеріңіздің сүйікті тамақтарыңызды жейсіздер, әрі қатты толып кетпейсіздер. Мінекей, тамағымыз дайын. Әдемілеп тарелкаларға
орналастырып дастарханға тарта беруге болады. Жасап көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет көп-көп.